Барлығыңызға сәлем достар. Қалдарыңыз қалай, несіп жатырсыздар? Достар, мен сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де достар, мың оқырман болып сіздерге өте қатты алғысымды айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге. Және осыған орай мен мың оқырманға байланысты күшті видео дайындап жатырмын. Қазір Митюна екеуміз примерно енді осы видеодан кейін ол видео шығуы керек. Бір 2-3 күн өткеннен кейін. Сондықтан міндетті түрде до конца адамды үзіп алмаңыздар. Біз ол жерде күшті ойлаған болатынбыз. Енді атап өттік жалпы мың оқырман болғанымызды. Поэтому соны до конца көріңіздер. Енді жалпы достар, қазір мен сіздерге айта кететін бір жайт, бұл Ауыл мен қала ең соңғы сериясы. Және де осыны түсіріп жатқанда қараңыздар. Енді білесіздер, менің қасымда құрбыларым бар, міне. Бұл енді бізде әженің рөлін сомдайтын қыз. В общем, барлығында да, менің достарым барлығында да мені жоқ тұрған сообщениеге ештеңе жазылмайды, төбесінен шығып тұратын еді ғой, не жазып жатқандары. Енді қазір мүлдем жазылмайды, менде де жазылмай қалған ғой, міне. Unlock chat деп тұр, көріп тұрсаңыздар, ішіне кірсем білмеймін, бір орысша бір сөздер шығып кетті. В общем, жазылмайды тек ешкімде де. И поэтому енді қазір біз жазбаймыз, мен барлығын аузыма айтып отыратын боламын. Олар тек қана іс-қимылын көрсетіп отырса болды, кім айтып жатқанын сіздерге түсінікті болу үшін. И поэтому сіздерге соны айтып қояйын деп жатырғаным. Енді сіздерге приятного просмотра. Жақсы достар, кеттік, онда жалғастырайық. Келіңіздер, тамақтайын болып қалдым. О, Айгерім, гүлдей болып құлып бұрып кетіпсің ғой, не болды, менің кететімді тойлап жатырсың ба? Жоқ, қатырасың назым. Жоқ, жай бүгін осылай киім келді. Күші жарасып тұр ма? Не, жақсы. Жақсы. Келіңіздер, мам. Жүріңіз. Тамаққа отырайық. Иә, келе ғой. Назымжан, кел, отыра ғой. Мам, енді өзіңіз білесіз, мен сіздердің қастарыңызда ұзақ уақыт бойы болдым, демалдым, мауқымды бастым дегендей. Енді бүгін мен қалама жол жүрейін, енді жұмыстарым көп дегендей. Оның үстіне жақында немереңіз болады, соған керек жарақтарды алуым керек, қысқасы шаруа жетеді. Сондықтан бүгін чемоданымды жинап кете берейін деп отырмын. Ой, жаным қызым, жарайды Назымтай. Әрине, сен біздің қасымызда ұзақ уақыт болдың, рахмет келгенде бізді қуанттың дегендей, анау-мынау алып бердің. Көп рахмет саған. Жақсы, берсе тағы да барып кетемін, жақсы ма? Қалымды біліп, өзім қалаға соғып шығамын. Я, мам, рахмет. Я, Назым, келгенге көп рахмет, күшті болды. Барлығыңызға сыйлық алып бердің, қол ұшыңды көрсеттің дегендей. Жақсы, оқасы жоқ. Жақсы, мен болдым, тұрайын. Я, менде мына жер жинастырайын. Ой, көрші келіп қопты ғой. Мам, Айзада не қып жүр? Тұз сұрап жүрген шығар, бер шешіп бар. Жақсы. Мам, жақсы, онда мен чемодандарымды дайындап қойдым. Мен кете берейін, Жақсы, жаным, біз сені сағынатын боламыз. Ойымдама, жақсы ма? Саған көп ойымдауға болмайды. Және де еш жерінде алаңдама. Мәссаған, Назым, мынандай чемодандарым көп қой. Осыншама чемоданмен келгенсің бе? Қалай байқамай қалғанбыз, Енді білесің ғой, мен мына жақта көптеген нәрселер алып келдім. Пижамым бар, косметикам бар, ухаживать заттарым бар, шашыма арналған. В общем, айта берсең жетеді ғой. Мә, күшті. Осының заттарым болса не болады екен, Енді қазір такси шақырасың ба? Я, әрине. Мынаның барлығын отырып алып, енді автобуста кемпірлер құса жүрмейтін шығарым. Я, дұрыс айтасың. Күшті. Жақсы, сол болып біз сені сағынатын боламыз, Назым. Я, рахмет сендерге. Әсіресе Айгерім, саған рахмет. Не үшін? Енді өзің түсінесің ғой. Болдыңдар ма? Жүріңдер, болды. Назым қазір аэропортынан кешіп қалады. Болды, жүріңдер де шығартса оны. Жақсы, қазір сосын айтамын. Жарайды онда. Жүріңдер. Жақсы, сол бол, Назым, біз сені сағынамыз. Сол болыңдар, мен келіп тұрамын. Жақсы.
Жақсы қызым, абайлап жүр, жақсы ма? Иә, мам, көп рахмет. Мам, жүріңіз, кеттік. Иә, қазір көзіме жас алып қалыппын ғой. Жақсы, сау болыңдар. Мам, жүріңіз. Әрине дегенде шығарып салдыңыз ғой. Әрине, қанша дегенмен көп болды ғой қасымызда. Жаным ау, енді аман есен баласын дүниеге келсе болғаны. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, кірейін. Той отбасымды сағынатын болдым ғой. Қатты бауыр басып қалдым. Мен осы демалыс күндерінің барлығынан Әйгерімге ауыр сөйлеген секілдімін. Одан кешірім сұрап та үлгермеппін ғой, дұрыс. Қазір телефонмен хабарласып айтпасам. Алло, Әйгерім. Әйгерім, мен сенен осы уақыт бойы ауыр сөйлеген болсам, сенен кешірім сұраймын, кешірші. Апама жақсы көріну үшін бе, білмеймін, ренжітіп қойған секілдімін. Ренжімеш, жақсы ма? Ой, не айтып тұрсың, Назым? Мен саған ренжіген жоқпын ғой. Керісінше рахмет, біздің көңілімізді аударып, киімдер, тамақтар барлығын алып бердің ғой. Саған үлкен рахмет. Жақсы, ренжімеген болсан, рахмет. Жоқ, иә, барлығы дұрыс. Жақсы, рахмет. Қойды, Назым менен кешірім сұрады. Бірақ апам қашан менен кешірім сұрайды екен? Енді кешірім сұрайды екенде, бүгін барлығын айтпасам, уже барлығы мен төбеме мініп болды. Апам да тек қана Назымға жақтасады. Олай болмайды ғой. Мені өсіп кетті деп ойлаймын екен. Бүгін барлығын ашып айтуым керек. Мам, сізбен сөйлесетін бір әңгіме бар. Не болды, айта бер? Назым бар кезден бастап неге сіз мені жақтырмай қалдыңыз? Түсінбедім. Әйгерім, сен не деп тұрсың? Мен кімді жақтырмаппын? Мен барлығында бірдей көремін. Иә, сізге. Өтіріңіз айтпаңызшы. Сіз мүлдем бірдей көрмейсіз. Сіз мені жақтырмайсыз. Назымның алдында менің дәрежемді түсірдіңіз. Әйгерім, не істеп отырсың? Бар, шайынды қой. Назымға тиіспе, бүй сөйт деп маған айтпаған сөзіңіз жоқ қой. Мен де адам баласымын. Мен де біреудің әперіп өсірген қызымын ғой. Жоқ, Назым келмей тұрып, біздің арамыздың барлығы дұрыс еді. Сізге не болып кеткен? Немесе сол бір Назым маған киім алып берді деп мен сатып кетесіз бе? Ондай киімді, ондай тамақтардың барлығын мен алып бере аламын, егер сіз мені шын көңілмен жақсы көрсеңіз. Бірақ жоқ, сіз мені дұрыс жағынан қабылдамайтын сияқтысыз. Егер солай болса, онда мен өз ауылыма қайтайын. Сіз Назыммен бірге тұрыңыз. Қызым, тоқташ. Жоқ, мам, қойыңызшы. Мен шын айтамын, сізге көңілім қалды. Енді не болды? Назым кетіп еді, мені жақтырып кеттіңіз бе? Олай болмайды ғой. Қызым, кешірші. Иә. Назым бар кезде мен сені жақтырмай кеттім. Өтініш, осы істеген ісіме өкінемін, қызым, кешірші мені. Әйгерім, болды, тату-тәтті өмір сүрейікші. Ешқайда кетпесі. Сенсіз мені ешкім бұлай бағып-қағып отыра алмайды ғой. Өзің түсінесің. Өтініш, Әйгерім, үлкендей басымен сен алдыңға келіп кешірім сұраймын. Кешірші, қызым ау. Кешіресіз ме, қызым? Жақсы, мам. Барлығы өтті кетті. Жарайды, сізге деген ренішім жоқ. Тату-тәтті өмір сүрейік. Ой, жаным, солай, Әйгерім, мен де сені жақсы көремін ғой. Мам, келіңіз, таза ауа күшті болып тұр екен, осы жерге қазір екеумізге коктейль мен тәттілер алып келейін. Бірге отырып шай ішейік. Жақсы, қызым. Ой, жаным, сол. Иә, қазір.